11 тарау Қазақстан орта ғасырларда. Қазақстан 17 ғасырдың екінші жартысында. Біріншісі, Қазақ хандығындағы 17 ғасырдың аяғы, 18 ғасырдың басындағы құқықтық тәртіп пен мемлекеттік құрылымның негізгі принциптерін қамтамасыз еткен ережені көрсетіңіз. Жеті жарғы. Орта Азиялық дерек көздерінде ойраттардың атауы: қалмақтар. Есім хан мен Жәңгір хан кесенесі орналасқан жері: Түркістан қаласында. Жүз терминінің мағынасы: тарихи шаруашылық аумақ. Кіші жүзге жататын рулар: байұлы, әлімұлы, жетіру. Орта жүзге жататын рулар: Найман, Қыпшақ, Арғын. Ұлы жүз құрамына жататын рулар: Дулат, Албан, Жалайыр. Жоңғарияның бас билеушісінің титулы: Қонтайшы. 17 ғасырда Қазақ хандығының астанасы болған қала: Түркістан. 17 ғасырдың аяғы, 18 ғасырдың басында Қазақ хандығы біртұтас елге айналған кезде билеген хан: Тәуке хан. 17 ғасырдың Қазақ хандығына қауіп төндіріп тұрған мемлекет: Жоңғар хандығы. Қазақ хандығын 1680-1715 жылдары билеген қазақ ханы: Тәуке хан. Тәуке хан билігі кезінде 1680-1715 жылдары жоңғарлардың қолы жетпеген қазақ хандығының қаласы: Түркістан. Егер жүз және халық түсініктерін салыстырсақ, қазақ жүзінің айырмалық ерекшеліктері: өз территориясы, дәстүрлері, мемлекеттік бастаулары бар. Тәуке хан заңы бойынша жауап беруші салған айыпты төлей алмаса, қандай шара қолданылғанын көрсетіңіз. Айыпты қауымдастары төледі. Тәуке хан заңдарының таптық сипатын көрсететін ереже: сұлтанды немесе қожаны өлтірген қылмыскер өлген адамның туыстарына 7 қара сүйек адамның құнына тең келетін құн төлейді. Мал мен мүлік ұрлау Тәуке хан заңдары бойынша ауыр қылмысқа жатқызылды. Ұрыны жазалауы дүре соғылды. 17 ғасырда Еділ маңына қоныстанып, қалмақ атауымен атала бастаған тайпалар: ойраттар. Жоңғар қонтайшысы мемлекет басқару ісінде кімдерге сүйенгенін көрсетіңіз. Нояндар мен жайсаңдарға. 18 ғасырда бірінші ширегінде жоңғар билеушілерінің стратегиялық мақсаты: қазақ даласын өз билігіне бағындыру. Қазақ әскерінің жоңғарлармен күресу кезіндегі дәстүрлі қару-жарағы: садақ, найза, қылыш, білтелі мылтық. Отаршылдыққа дейінгі қазақ елінің мемлекеттік құрылымдағы сот коллегиясының аталуы: жасақшы. Жоңғар хандығының құрылуына байланысты қазақ елінің шығысындағы жерлерінен айырылып қалу қаупі туды. Жоңғар хандығының құрылған жылы 1635 жыл. Қазақ хандығының құқықтық тәртіп пен мемлекеттік құрылымның негізгі принциптерін айқындайтын 7 жарғы заңдар жинағын қабылдаған хан: Тәуке хан. 7 жарғы қазақ халқының 18 ғасырдағы дағдылы құқықтық заңдар жинағы. 7 жарғы заңы бойынша қандай қылмыс аса қатал жазаланғанын көрсетіңіз. Әйел зорлау. 7 жарғы заңы бойынша өлген ер адам құны қанша малға бағаланғанын көрсетіңіз. 1000 бас қойға. Қазақ хандығының құрылуы барысы екі мемлекеттің ішкі саяси жағдайына байланысты болды. Олар қандай мемлекеттер екенін көрсетіңіз. Әбілқайыр хандығы мен Моғолстан. Есім ханның билеген жылдары: 1598-1628. Қазақ қоғамында хан титулын кімдер ғана иелене алатын көрсетіңіз. Шыңғыс ұрпағы, сұлтандар.
16-17 ғасырларда тарихи әдебиет жәдігері қадырғали жалайыридің жәмиғат ат-тауарих шығармасы араб алфавитімен қай тілде жазылған көрсетіңіз. Қазақ тілінде. Қазақ тіліндегі тарихи шығармалар пайда болған кезең 16-17 ғасырлар. 17 ғасырда Қазақстанның негізгі діни орталығы болған қала Түркістан. 17-18 ғасырларда Қазақстанның оңтүстігіндегі қалалар өмірінің бірте-бірте өшу себептерінің бірі жоңғар шапқыншылығы.